Тағы да барлықтарыңызға қайырлы күн. Бұл видеода сіз шапка қалай толтыру керек, ОТП, яғни уникальный торговое приложение қалай дұрыс толтырған дұрыс болады, және де өзіміздің имя деген жерге нені жазамыз, қалай дұрыс жазған дұрыс болады деген сияқты шапканы дұрыс толтыруды үйренетін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Видео сізге ұнаса, өзіңізге керек деген пайдалы ақпарат алсаңыз, міндетті түрде подписаться етіп, лайк басып, түсінбеген жерлеріңіз болса комментарий жазып кеттіңіз. Ал енді біздер бұл жерде редактировать профиль дегенге барамыз. Name деген жерге бұл сіздің атыңыз, яғни Роза Саят деген ол сіздің логиніңіз. Name деген жерге ол автомат түрде Роза Саят деп шығып тұрады бізде. Ал енді біз бұл жерге өзіміздің кім екенімізді анықтауымыз керек. Мысалы, біз SMM маманы дерге SMM деп жазып қояйық. Одан кейін біздің мысалы айтқанда таргет жүргізетін бір өнеріміз бар екен. Таргет деп жазып қояйық, иә? Таргетолог или я болмаса. SMM маманы таргетолог деп жазып қояйық, бүйтіп болды. Орталарына мынандай смайлик арқылы бөліп қойсақ болады. Міне, қараңыздар, SMM маманы таргетолог деп тұр. Мысалы, поисковикке адамдар сізді іздеген жағдайда, SMM маманы керек болып сондай бағытта іздейтін болса, сіз автомат түрде шығатын боласыз. Өйткені бұл жерде сіздің есіміңіз деген жерде SMM маман таргетолог деп тұр. Және де енді шапка толтыруды айтамыз. Шапка толтыруда био дегенге барамыз. Мысалы, сіздің оқыған мамандығыңыз журналистерге. Сіз бұл жерде журналист деп жазуыңыз керек. Одан кейін, мысалы, бұл жерде мынандай смайлымен толтырып қояйық. Одан кейін сіз SMM маман екенсіз, иә? Оны да жазып қоюға болады. SMM маманы. Одан кейін сіз парақша жүргізеді екенсіз, иә? Парақша жүргіземін деген сияқты, иә? Өзіңіздің, кәдімгідей өзіңіздің, сіздің мысалы парақшаңызға кірген адам сіздің парақшадан не алады, қандай пайдалы ақпарат ала алады. Соны міндетті түрде сіз бұл жерге шапкаға жазуыңыз керек. Немен айналысасыз, сіздің парақшаңыздан кірген адам не алады деген сияқты осындай сұрақтарға жауап беруіңіз керек. Мысалы, SMM маманы парақша жүргіземін, және де сіз Instagram арқылы курс, марафон жүргізетін болсаңыз, Инстаграмнан неге табыс табуды үйретемін деп жазып қойсақ, ол уже өте әдемі болып шығады. Сонымен қатар тағы да керемет бір бізде не бар? Мысалы, әдемілік үшін сіз өзіңіздің бұл профильді ортасына пробел қойыңыз келсе, мысалы 30 қойыңыз келсе, бұл мысалы копировать етіп, міндетті түрде Telegram каналға кіресіз. Telegram каналда мынандай бар, текст инстабот деген бар. Соған кіресіз, кірген бойда бұл неңізді жіберіп, ортасына міндетті түрде мынандай пробелдерді салып әдемі етіп қойсаңыз, сізге осындай пробел ретінде сізге қайтадан жазып береді. Сіз соны копировать етіп аласыз да, Инстаграмдағы бағанағы жазған неңізге жазып, бұл жерге қайтадан осы пробел ретінде қойып қойсаңыз, өте әдемі шығады. Міне, галочка саламыз да қараймыз. Міне қараңыздар, SMM маманы таргетолог, журналист, парақша жүргізетін екен, Instagram табыс табуды үйретеді екен. Сонда қалай табыс табуды үйретеді деген сияқты, сіздің парақшаңызға кірген оқырман кіріп қызығушылық білдіріп, міндетті түрде сізге дайректке сообщение жазып, курс жайлы білетін болады. Яғни немесе SMM маманы ретінде деген сияқты, я болмаса таргет жөнінде деген сияқты. Осы айтып толтыруды, өзіңіздің кім екеніңізді анықтап, міндетті түрде осы айтып дұрыс толтыруды үйренейік.